Аю көп ұйықтай ма, әлде адам көп ұйықтай ма? Сіздер білесіздер ме? Өздеріңізге белгілі, ұйқы адам өмірінің 1/3-ін алып отыр. Адам күн сайын ұйықтайды, ал аю жылына бір рет ұйықтайды. Сол бір ұйықтағанда ұзақ уақыт 5 айға дейін ұйықтайды. Адам үшін ұйқы бұл ми мен нерв жүйелерінің қалпына келу уақыты, келу процесі. Ал аю үшін ол энергиясын сақтап, өмірін ұзартатын процесс. Адам есептеген, ғалымдар есептейді бұны. Адам күніне 7-8 сағат ұйықтайтын болса, бір жылда 120 күн ұйықтайды. Ал аю бір ұйықтағанда 5 ай ұйықтаса, ол 150 күн ұйықтайды. Бір қызығы, аю ұйықтаған кезде ода метаболизм процесі төмендеп, жүрек соғу және тыныс алу жиілігі 3-4 есе түседі. Мысалы, аюдың жүрегі 1 минутта 50-60 рет соғатын болса, ол ұйықтаған кезде 8-10-ға дейін түседі. Ал тыныс алуы 12-14 рет демалса, ол 4-5 ретке дейін тыныс алады. Демек, процесс баяулайды деген сөз. Жалпы, ұйықтау процесі, егерде уақыт бойынша есептесе, онда аю көп ұйықтайды. Ал жиілік бойынша есептейтін болса, онда адам көп ұйықтайды. Бұл видеоны аю сияқты көп ұйықтайтын таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыз.